Ассалаумағалейкум жақсылар. Бай Сайранбай YouTube арнасы. Менің есімім Ернұр болады. Әдеттегідей бүгін бізде мектеп анкетасы және де қонақта бауырымыз Мұхамеджан. Мұхамеджан, келгеніңе үлкен рахмет. Рахмет, Ереке, рахмет, шақырғаныңыздар. Рахмет. Ашпас бұрын мектеп анкетамызды сұрақ жалпы толтырғансың ба мектеп анкетаны? Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Әрине толтырғанбыз мектеп кезінде, кішкентай бір 10-11-де болған кезде ма. Жалпы мектеп кезде толтырылған, өзің арнағансың ба негізі? Өзім де арнағанмын. Маған да былай жақындап толтыршы деп. Қыздар да жақындаған негізі. Күшті, жақсы. Олай болса мектеп анкетасын сен бетіңді ашып беремін. Және де қай түспен толтырасың? Так, давайте жасыл түсті таңдайық. Жасыл түс қайсы? Ең сүйікті мен түсім. Керемет. Жасыл болсын. Жақсы. Онда бірінші сұраққа көшейік. Толық аты жөнің? Толық аты жөнім Мамаев Мұхамеджан. Отчество керек па? Қалай ыңғайлы? Мамаев Мұхамеджан, иә? Жақсы. Сразу айта кетейін, мен почеркім прямо андай қатты әдемі емес. Нормально. Оқуға келсе болды, әбәдем ғой, жақсы. Менікінен жақсы? Айтайын, иә. Мұхамеджан деп кім қойды есіміңізді? Әжем қойды. Әжеңіз. Әжемнің түсіме енді бір атамыз келген. И сенің баланда ұл туады деп айтқан. Мамамның аяғы ауыр болған кезде ғой. И баланың атын либо Мұхамеджан, либо Мұхамедқали деп қоясыңдар деп. Мәссаған. Сөйтіп Мұхамеджан деп таңдады. Күшті, өте күшті. Келесі сұрақ. Толық жасың нешеде? Толық жасым 27-де бұйырса, Құдайдың қалауымен қыркүйекте, 19 қыркүйекте 28-ге толамыз. 28-ге толасың. 98-ші жылысың ғой, 98-ге. Не, математика жақсы болды ма? Жаз әкет, толық жасың 27-де деп. Үшінші сұрақ ол, негіз жаңа айтып қойдың, ұнайтын түсің жасыл дедің, Сразу, в принципе, напрямую жасыл деп жаза берейік. Жасыл. Ол несімен ұнайды бұл түс? Жаз өте қатты ұнайды маған ше. Сол себептен енді жазды күні далаға шықсан, әсіресе жаз емес да, көктемнің соны деп айтуға да болады. Көктемнің соны және де жаз. Далаға шығасың, дала жап-жасыл, көңіл күй әдемі, күшті, ауа райы күшті деген сияқты. Көңіл күйге қатты әсер береді дейсің ғой? Қатты әсер береді. Сол себептен енді жасыл түсі өте қатты ұнайды. Сосын көлік жүргізген кезде андай пробкада шаршайсың ғой, бәрібір қызыл түсі жанып тұр, жасыл қашан болады деген сияқты. Өте күшті. Өз ассоциациялар басқаша екен, әдемі. Енді былай негізі фантазиямыз көп. Жақсы. Төртінші сұрақ. Сүйікті тағамың? Сүйікті тағамыз қандай енді. Негізі тамақ ішуді жақсы көремін мен. Сол манты шығар. Манты, одан кейін. Енді любой қазақ енді бешбармақты жақсы көреді. Ет тамақ. Сол енді етті жақсы көреміз. Әсіресе жылқының етін жақсы көремін. Бешбармақ және де манты деп қояйық. И плюс именно менің мамам әзірлейтін тағамдарды жақсы көремін. Жалпы әркімге өзінің анасының тағамы бір ерекше, басқа анасы секілді, жалпы келіншектеріміз де анамыз секілді жасай алмайды ғой, өзімізге қатты сүйікті. Мысалы, келіншегім мен анамның кеспе көжесін екеуі екі түрлі да, бірдей рецептпен істейді, бірақ екеуі екі түрлі болып тұрады. Екеуі екі түрлі дәмді, анамдікі бірақ дәмдірек дегенсің. Келіншегіміз көрмесін. Көреді ол. Комментарий жазып кететін шығар. Ладно. Мына жерін қырқамыз дегенсің. Ал жаза кетсең болады. Тағам ет тамақ и манты. Енді сусын. Сүйікті сусын лимонад. Кофе ішсіңіздер, достар. Кофе ма? Қандай кофе именно? Латте. Негізі ыстықтау латте жақсы көремін. Сосын андай ешқандай сироп маған керек емес, тек қант қосылса болды. Латте, жақсы. Ал егер де андай прохлаждающий напитоктарды айтатын болсақ, фрешті жақсы көремін. Фреш. Апельсиновый фрештарды.
Жақсы. Келесі сұрағымыз бұл жануар. Сүйікті жануарың бар ма? Сүйікті жануарымыз қандай? Қасқыр десең. Қасқырдың мінезі бар. Енді қасқыр мінезді болу керек. Андай, егерде ол тек андай жануарлардың әлемінде ғана емес, адамдарға да байланысты. Егерде қасқырдың мінезді болсаң, алдына қойған мақсаттарына жетесің деп ойлаймын. Как минимум оған ниет жасасан, әрекет жасасан, мақсаттарына, армандарына Құдайдың қалауымен енді жетерсің. Жақсы, күшті. Қасқыр мінезді болу керек дейсің ғой. Қасқыр мінезді болу керек, әсіресе 21-ші ғасырда. Қазір, дәл қазір сондай кезең ғой өзі. Келесі сұрақ бұл спортпен айналысқанды өзің жақсы көресің, мен білем. Ал спорттың қай түрі? Футбол қараймын, Мен Арсеналдың прям кәдімгідей таза жанкүйерімін. 2009 жылдан бастап, еще Аршавин ойнап жүрген кездеше, сол кезден бастап Арсеналдың жанкүйері болып атандым. Енді өзімді атадым. Арсенал оны білмейді пәлі. Арсеналды қатты бағалайсың ғой, соған жанкүйер болып, Сол себептен енді әр жеті сайын, әр апта сайын Арсеналдың ойындарын көремін. Енді көбісі әсіресе достарым постоянно мазақ қылады. Арсенал екінші деп. Осы жылы АПЛ-ды алады, көресіз. Күшті келе жатыр негізі. Мен өзім Қостанай облысында туғам, Жітіқара деген ауданы. Қаламыз кішкентай. Қаланың ішінде бар болғаны енді бірақ қана спортивный дүкен бар еді бізде. Сол спортивный дүкенге, в общем, Аршавиннің формасын алып келген ғой. Еще плюс менің размерімше. Сол форманы көріп, жанып, кәдімгідей, мамам алып берші деп. Ол кезде енді ақшамыз жоқ, жұмыс істемейміз, школьникпін. Сосын мамам айтқан, үйге кел, үйді прям андай клинингтен жақсылап тұрып жинасан, мен еще ойланам деп. Ойланам ба? Ойланам дейді. Мен үйге келем, енді прям кәдімгідей мотивация бар, мотивация стап қалдым, үйге келем да, и полный бәрін, енді, білмеймін, мен таңертеңнен бастап, бір кешке дейін жинадым ғой, прям кәдімгідей ше, өзіме риза болып қалған соң ғой. Үйдің бүкіл, ешқандай бір кірі де жоқ, бәрі тап-таза болып тұр ғой, и сосын мама келеді кешке жұмыстан. Мен көрсетем. Просто дым маған ешқандай да комментарий берген жоқ. Просто киін деді да. Киініп шықтық. Сол форманы алып берді. Гетреймен, как положено, несімен, бутсисімен. И мен еще ол кезде футболға қатысқам ғой. Футболға келсем, бүкіл мен дос баларын көріп, мен кішкене белый зависпен қарап. Білмеймін, белый зависть па, или настоящий зависть па. Мақтанып қойсен, қалай алдың? Еңбекпен алып тұрсың ғой, негізі? Еңбекпен алып тұрмын, бұл өмірде енді бәрі еңбекпен алыну керек деп ойлаймын. Күшті. Өте күшті болып отыр, мыналарға жаза кетсең болады. Спорт, футбол деп. Спортсмен кім? Келесі сұрақ бол бізде. Спортсмен. Топ-3 атап кетсем бола ма? Болады. Хорошо. Топ-3 болса, мен негізі жаңа қасқыр мінезді болу керек деп текке айтпағам. Жалпы, енді соңғы жылдарда мен бір кісіге таң қалдым. Дмитрий Бивол деген боксер бар. Ол енді абсолютный чемпионға бірінші бойын ұтылып қалды. Енді мен жеке пікірім болса, ол бойды ол ұтты негізі. Бірақ енді шешім болғандықтан ұтылды, и екінші бойға шықты да, и өз қасқыр мінезін көрсетіп, өзіндікін дәлелдеді. Характер бар, мінезі бар. Сол себептен еще өзі өмірде өте қарапайым, мен үшін ол топ-3-ке по-любому кіреді деп ойлаймын. Меніңше. Дмитрий Бивол, одан кейін, конечно же, Геннадий Головкин. Ол номер 1 ғой. Геннадий Головкин, енді ол кісіні представлять етудің қажеті жоқ. Атының өзі айтып тұр ғой, бұл кім екен?
атын өзі айтып тұр. Сол себептен Геннадий Головкин 100%. И үшінші спортсмен дисциплина үшін, еңбегі үшін, өз мақсаттарына жету, андай нескончаемый, бесконечный мотивациясы үшін Криштиану Роналду. Күшті. Жаза кетсең болады. Өзің актерсың, осы кино саласында жүрсің, ал өзіңнің топ актерың немесе актрисаң бар ма негізі? Конечно, бар. Кім? Қазақстанның ішінде ма? Кез келген. Голливудтық болсын, Болливудтық болсын. Негізі Болливудта да бар. Жағы өте күшті актерлар бар негізі. Болливудта өте. Қазір күшті дамып. Турцияда да бар негізі. Рустем Омаров, Дулуға Ақмолда, Ержан Тусупов, Нышанбек Жубанаев, Данияр Алшинов. Есімнен шығып кетті, бірақ Пленники, бірақ ең популярны жобалардың бірі сол Пленники деген жобасы. И сол кісіні прям өте қатты атап кеткім келіп тұр. Сол кісінің аты жөнін ұмытып кеттім. Іздеңдер, табыңдар, кім екен қазір атын айтамыз қазір. Кешіріңіз аға, мен сізден кешірім өтінемін. Сіз мен үшін өте жоғары деңгейде актерсіз. Сізге өте қатты алғысымды білдіргім келіп тұр. Пленники үшін, осы жоба үшін көп сізге рахмет. Олжас аға, кешіріңізші, пожалуйста. Олжас Нұрбай. Өйткені Олжас Нұрбай ол тек актер ғана емес, ол режиссер ғой. Сол себептен Олжас Нұрбай міндетті түрде 100% бұл тізімде бар. Еще плюс. Қазір шығып жатыр. Азамат Нигманов. Бізде «Мошенники» сериалында, «Мошенники» киносында ең мықты следовательді ойнаған кісі. Сол кісінің міндетті түрде тоже бұл тізімге, бұл списокке қосамыз. Әзеке, ассалаумалейкум. Бақыт Хаджибаев. Аға, Бәке, сізге көп рахмет. Сіз мен үшін өте мотивация беретін актерсіз, актерлердің бірісіз. Сол себептен сіздің негізі сіз барыңызға көп рахмет. Бұйырса Құдайдың қалауымен бір жобада кездесейік. Күшті. Аумин деп қойық. Ал, енді жаңа актрисалар деді. Еще. Конечно же, Берік Айтжанов. Берік Айтжановты 100% тоже айтамыз. Күшті. Ал, қайсысын жазасың, кім жазасың? Бәрін жазып. Давайте мен онда осы списоктың арасында енді қанша 3 адамды жазу керек па? Өзің, біреуін жазсаң да болады, бәрін жазсаң да болады. Так, Рустем Омаров. Почеркім нашар дейсің, әбәдемі почеркім дейсің. Реально, менікінен жақсы. Сен айтқаннан кейін сразу нормально болып кетті ғой, специально енді. Адамды мақтаса енді по-любому. Арға кете береді дейсің. Актрисалардың ішінде мен үшін 100% енді топ актриса деп айтамын, и всегда оны айтатын боламын. Ол әрине Зарина Кармен. Енді Зарина ханым, сәлеметсіз бе, егерде сіз бұл сұхбатты көріп тұратын болсаңыз. Көрсе қуанышты боламыз. Өте қуанышты боламыз, ең біріншіден. Екіншіден, сізге көп рахмет за то, что вы есть. Мен прямо андай фанатпын ғой сол кісінің жұмыстарына. Бұйырса тоже бір площадкада кездесейік, бір жобада. Зарина Кармен, Қарлығаш Мұхамеджанова. Негізі ол кісінің фамилиясы мықты. Фамилиясы күшті. И ол өте әдемі, өте талантты. Ол негізі фамилия енді не емес, ең бастысы ол талантты актриса. Шабыты енді прям кәдімгідей. Енді бір жобада түстік қой, сол себептен енді сол айтып отырмын. Бірге партнер болғаннан кейін білем дейсіз ғой. Бізде вот на удивление совместный сахналарымыз болған жоқ. И оны тек мен былай сериалда көрдім. И жалпы ол кісінің енді жұмыстарын еще қашан
сказ о розовом зайце шыққаннан бері сол сәттен бастап мен сол кісінің жұмыстарын көріп отырмын. Бүгінгі күнге дейін. Жобаларыңыз көп болсын. Қарлығаш, сәлем. Так, Қарлығаш Мұхамеджанова, Фариза Ескермес, 100%, конечно же, Фариза. Ол енді көптеген жобаларда түсті. Орысша да жақсы ойнайды, қазақша да, енді бұйырса ағылшынша да. Фариза вообще андай очень органичная. Органикасы енді мықты. Дауысы да әдемі, келбеті да нәзік. Любой рөлді алып кететін сияқты ше, сол кісі. Сол себептен Фариза Ескермес. Громовы деген сериалды көрдіңіз ба? Иә, мен көрдім, иә, көрдім. Сол сериалда Бибігүл Ақтан. Білесіз ба ол актрисаны? Бибігүл Ақтан. Сол Громовы сериалында ойнады. Бибігүл Ақтан. Енді сол кезден бастап көрдім. Ары қарай енді жұмыстары прям өте көп. Болашақта тоже бір площадкада кездесейік бұйырса. Кімді атамадым, кешірім өтінемін. Мен сізді өте жақсы көремін. Так. Әсел Садуақасова, Әсел Сағатова, Аружан Жазылбекова. 10-шы сұраққа келдік. Сүйікті мем. Ұнайтын мем. Бар ма ондай? Білмеймін, ең бірінші не басыма кірді, не есіме түсті. Қалтамда 500 Қалтамда бар жоқ, 500 теңге бар. Бердім. Мен бар жоқ, қалтамда 570 теңгем бар еді. 570 теңгем бар еді, бәрін бердім. Бердің ба? Бердім. Айтпақшы, Леонардо Ди Каприоның новый мемі шыққан. Мына жерге былай не істеп қойыңыздар. Иә, оны қоямыз. Қайсысы ана жаңа фильммен ба? Былай ол. Жаңа фильміндегі. 570 теңге жазып қойсаң бар. 11-ші сұрақ бізде бұл әнші немесе топ? Қайрат Нұртас. Почему нет? Легенда. Легенда, ой. Ой, танцуй, поцелуй, француз. Легенда, Қайреке, ассалаумалейкум. Осының бәрі шынымен күшті болады. Комментарий жазып кетсе. Жазып кетсе. Әлем бар. Енді күйеу әнмен действительно біздің Қазақстанның енді Қазақстанның әнлеріміздің деңгейін көтерді ғой былай қарасаң. Ең сүйікті әндердің бірі Раймның репертуарынан Шер. Келесі негізі сұрақ бізде сүйікті әнің еді. Оған сол Шерді жазасың ба? Мені енді Алматыға алып келген, киноиндустрияға алып келген бір ән бар. Ол негізі жай ғана ән емес. Ол әнді, ол негізі бір киноның саундтрекі. Киноның атауы можно только представить, әннің атауы I Can Only Imagine. I Can Only Imagine аудармасы можно только представить. Вот, можно только представить, обязательно сіздерге кеңес берем, көріңіздер. Кино өте мықты, YouTube-та бар. Күшті. Иә, жаза кетсең болады. Киноға келген өзімнің жеке историям бар. И ол енді историям осы әнмен прям как будто бы, знаете, сол ән как будто бы кәдімгідей маған әсер етіп Алматыға алып келді. Мен негізі бір жыл болған жоқ Алматыға көшіп келгеніме ше. Бір жыл бұрын мен вообще басқа сферада жүрген адаммын. Так что осы ән түрткі болды ғой, жалпы мен осы киноға кеттім деген, өте қатты әсер етті. Өте күшті. Келесі сұрағымыз бізде кітап немесе автор. Кітап оқыған жақсы көресің ба? Кітап оқығанды жақсы көреміз. Жақсы көреміз дегенде, так, енді сүйікті авторларымыз бар, әрине. Давайте авторларды емес, мен кітаптарды атап кетейін. Психология влияния, Роберт Чалдини.
Өте мықты кітап. Оқыдыңыз ба? Күшті. Оқымадым, бірақ та аты күшті. Аты күшті. Иә, қалай адамдарға әртүрлі тәсілдермен әсер етуге болатынын. Сол кітапта соның бәрі жазылған. Мысалы, былай келтірейікші, біз ресторанда отырмыз, қазір біз сізбен мына жерде тамақ іштік, шай іштік деген сияқты. Бір официант счет алып келеді. Счет алып келеді да, и счеттың ішіне тек қана чекті салмай, еще и плюс сағыз салып қояды. Бүкіл қонақтарға сағыз сала бермейді, бірақ бізге салып қойды. Сіз счетты ажасыз, енді ол былай қарасан, енді ол бір жағынан качество обслуживания дейді біреулер. Біреулер кім білет, мысалы, ол бәріне сала бермейді, маған салды. Значит, это принцип взаимного обмена. Мен ол кісіге енді на подсознание что-то должен. Сол себептен мен оған хотя бы 500 теңге қалдырам деген сияқты. Сол себептен мынандай принциптар туралы айтылған. Кітап өте қызық, легко читается, поэтому приятного чтения. Роберт Чалдини, «Психология влияния». Қуаныш Шонбай, екінші болма. Так, Джеймс Клир, «Атомные привычки» деген кітап бар, тоже өте күшті. Келесі сұрақ, бұл сөйлемді жалғастыру керек боламыз. Мен жек көремін, ары қарай сөйлемді жалғастыр. Банально айтайыншы, өтірікті жек көремші. Адам өтірік айтса, ол бәрібір, білмеймін, бір 3 жылдан кейін ба, 5 жылдан кейін ба, бірақ өтіріктің последствиялары бар, ол міндетті түрде шығады. Сол себептен ашы шындық болса да, сол шындықпен өмір сүруге как минимум әрекет жасау керек деп ойлаймын. Сол себептен өтірік айтпай қояйық, шын айтайық, шынайы болайық. Енді өмір жалғыз, сол себептен шынайы болу керек деп ойлаймын. 15-ші сұрақ ол бізде сенің жағымды, жақсы жақтарың. Мінез жағынан. Мінез жағынан, немесе мінез жақ қой негізі. Давайте мен жағымсыз. Ол сұрақ бар ол. Ол сұрақ келесі, сен жағымды жағыңды айт. Өз-өзіңді мақтай аласың ба негізі? Мақтай алмаймын. Мақтай алмайсың. Вообще никак. Тек өзімді мақтай аламын. Вообще ешкім қасымда болмаса, егер де бір определенный өмірде бір жетістіктерім болса, или мысалы мен бұйырса, мысалы Құдайдың қалауымен бір проектке қазір утверждать етсе, международный, сол кезде мен өзімді мақтаймын, бірақ ешкім қасымда болмаса. Өз-өзіңмен ғана, Өз-өзіме ғана, Ана айнаға қарап тұрып, ты лучший. Айнаға қараудың да қажеті жоқ. Болады ғой өзі. Ты лучший деп бітмесі. Ты самый красивый. Мен бар ғой тоже. Тихо, тихо, тихо. Я знаю, тихо. Туйя. Сол сияқты ғой. Сол себептен тек өзіме ғана мақтаймын. Ешқандай артықлық болмаса болады негізі. Онда бұны жай бетіп черточка қойсаң болады, сызық қып, Ал келесі, жаңа өзім айтам деген 16-шы сұрақ, өзіңнің жағымсыз жақтарың. Өзімді мақтаймын. Өзіме мақтаймын. Так, мен мінезім ауыр. Мінезім ауыр дегенде, мен өз мінезімді енді тек бұл негізі дұрыс емес деп ойлаймын. Өзімен әлі жұмыс істеу керек. Енді мінезсіз адам жоқ деп ойлаймын. Мінез бәрімізде бар. Сабырлыққа келу керек, сабырлы болу керек. Бірақ бір жақсы жерім бар, мінезімді ешқашанда площадкада көрсетпеймін. Бұл енді профессиональный подход деп ойлаймын. Потому что площадкада кем дегенде 20 адам болуы мүмкін, 50 адам болуы мүмкін. Егерде сол 50 адам, каждый адам мысалы өз мінезін көрсетсе не болады? Сол себептен как минимум өзіме жауап беріп, мінезімді көрсетпеймін. Ал егерде обширно алатын болсақ, жағымсыз жақтарым қандай, жаңа ғана айтып кеткендей, мінездің енді определенный бір минустарым бар, оларды мен қазір айтпай қояйын. Бірақ
қыздарға айтайын, мен ешқандай да абьюзер емеспін. Сразу сіздерге айтайын, нормальный жігітпін мен негізі. Вот. Получается, сені бәрі абьюзер деп ойлай ма, или қалай? Жоқ, енді просто қазір мен жауабым бір түрлі болып естіліп тұрды. И вдруг мен жаңа айтып отырмын, уже екінші ма, үшінші рет айтып отырмын, мінезім жаман, мінезім ауыр деп. И вдруг кейбір қыздар қазір мына жігіттің мінез ауыр екен, что-то случайно абьюзер емес па? Сразу оған ответный фук едіп. Мен абьюзер емеспін. Жағымсызға не жазамыз сонда бұл жерге? Жағымсызға мінезді жазайықшы онда. Мінезім ауыр деп па? Келесі бізде сұрағымыз бұл цитата. Қанатты сөз немесе ұраның өмірлік. Мен үшін топ бір кино әлемінде ол «В погоне за счастьем» деген кино. Может быть, көрген шығарсыздар. Уилл Смитпен, иә. И сол Уилл Смит өз баласымен, енді Кристофер баласы ғой шын өмірде. Сол баласына айтқан ақылы мен үшін прям кәдімгідей жүрегіме тиген сөз. Если есть мечта, оберегай ее. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять, что и у тебя не выйдет. Поставил цель, добейся. И точка. 18-ші сұраққа келдік. Бұл бізде жабылмаған гештальт. Бар ма ондай? Гештальттар. Конечно, бар. Гештальттар көп. Сондай бір маңыздысы, қатты бір көңіліңде қалған. Әрине бар. Негізі бүкіл армандарымды, мақсаттарымды бәріне айта бермеймін. Бірақ енді бұл бүгінгі біздің кешіміздің сұхбатымыз деп атап кетсек те болады. Енді ютубта қалатын дүние. Сол себептен енді актер болғандықтан осы саламен жүрем деп енді ниеттендім. Аллаға бәрін тапсырып, сол себептен гештальтым осы. Голливудта түсу. Голливудқа түсу, иә? Ол негізі орындалатын сияқты. Ал гештальт ол мүлдем орындалмайды деген нәрсе ғой. Ол мен үшін енді былай ғой, Голливудқа любой адам түсе бермейді. Ол ең біріншісі. И не любой адам түсе бермейді. Ол Голливудқа негізі 1000 актер болса, даже бір актер түседі деп ешкім гарантия бермейді. Кепілдік жоқ, сол себептен енді Голливудқа түсу үшін өте көп жұмыс жасау керек. Сол себептен ол мен үшін гештальт. Гештальт па? Жақсы, иә, жаза кетсең болады. Гештальт, Голливудқа түсу. Кім біледі? Бәлкім алдағы уақытта білмеймін. Күшті ғой? Я, конечно, сомневаюсь. Жақсы, Голливудқа түсу. Ал енді 19-ші сұрақ бұл бізде арман немесе мақсатың. Құдайдың қалауымен үлкен жобада түстік. Енді әрі қарай жұмыс жасаймыз. Еңбек және еңбек деп қазақтар текке айтпаған. Сол себептен Құдайдың қалауымен 2026-да определенный жобаны айтсам да болады. Мен қазіргі таңда ең басты мақсатым 2 жоба болып тұр. Ол Джеки Чан келеді ғой. Доспехи Бога 4, ультиматум. Сол жобадан массовка болсын, эпизод болсын, сол жобада түсу. Ол бірінші және де екінші Сәке деген проект бар. Сериал бар. Енді полный метр түсірілсе, сол полный метрде роль алам деген ниет. Соған ниет бар. Соған қарай жұмысты жасап жатырмын. Өз-өзімен құрметті режиссерлер, құрметті кастинг директорлер, продюсерлер, мен өз-өзімен жұмыс жасап жатырмын. Спортқа жақын адаммын. Және де кітап оқимын, саморазвитиемен айналысамын. Сол себептен, егерде сіздерге актер қажет болса, мына жерде инстаграмым жазылып тұрады. Сіздер үшін. Жақсы. Мен де негіз актерский бітіргем. Актерский бітіргем. Площадкада кездесейік. Алла қаласа.
өзімді де айтып қояйын, қой құрсын. Мен де түрім келіп жатса, көріңіздер енді. Келеді, брат. Андай кастинг директорлері қалай айтады? Типажсыз адам жоқ. Иә. Любой адамда определенный типаж бар. Мысалы, бір жоба болады да, и сол жобаға примерно сенің типажың керек болып тұр. И кастинг директорлер, режиссерлер, ассистенттер, бүкіл актерларды перебирать етіп, но бірақ саған сәйкес келетін типажды таппай жатыр да. Мүмкін бәлкім бар, бірақ кішкене органикасы жоқ. Андай актерлік шеберлігі жоқ. Сенің основной фишкаң типаж және де органикаң. Егерде осы екі нәрсе болса, енді жетістіктерге жету деген енді болатын нәрсе деп ойлаймын. Жақсы. Арманға жаңағыда 2 жобадан орын алу ма әлде қалай? 2 жобадан роль алу. Роль алу, иә. 20-шы сұраққа келдік. 20-шы сұрақ ол бізде өміріңде болған ең керемет есіңде қалған сәт. Ол балалық шағыңнан мүмкін немесе жасөспірім кезіндегі. Балалық кезімдегі сәттер көп енді. Сол үшін ең бірінші әке-шешеме ризамын. Көп рахмет осындай балалық шағым болғанына. Бірақ енді оларды мен айта бермеймін. Мен 2025 жылы қыркүйек айында болған оқиға туралы айтып берейін. Енді ол кезде 12 қыркүйек күні маған кешкі 11-де звондап, Олжас Нұрбай мен Рүстем Омаров осы жобаға утверждать етті. Өздері, Еще пранк жасаған ғой. В общем, былай болды ғой ол. Негізі екінші кезеңге өткен кезде ассистенттері звондаған. Осылай, ертең сізбен режиссер кездескісі келіп тұр. И 1-2 сахнаны жіберді, солармен дайындалып келіңіздер деп. Келесі күні келем, күтем, потом кірем, Олжас ағамды көрем, ең бірінші рет, потому что до этого тек оны былай телевизор арқылы ғана көрдім. И полный серьезность примерно түсініп отырдым сол кезде ше. И 3 сахнаны ойнадым. И после этого все, рахмет, енді мы тебе позвоним деп былай қоштасып кеттік та. И менде басымда енді үлкен сұрақ болды. Сол күннен кейін енді арада где-то 1-2 күн болды ожидание. Актер үшін ең қиыны ол. Сол ожидание. Мойындаймын, достар, мойындаймын ол ең қиын екен. Когда ты ждешь. Бола ма, утвердили. И дилемма болады ғой басында. Андай плюс жағына өзіңді алып кетесің де, положительный жағына ше, сосын отрицательный нәрселерді ойлана бастайсың. И потом, конечно же, ең бастысы, енді мен 100% сенімдімін, бұл рөлді маған нәсіп еткен Алладан дұға еттім, сұрап алдым ғой, в общем, бұл рөлді ше. Сол себептен звондаған күні бұлай болды. Мен досым бар, Дишат деген, патрульде түскен. Ол маған видеозвонокпен кешке звондайды сағат 11-де. И айтады, короче, вот, брат, сен там, короче, другого утвердили, подсказын алды. Но что сен расстроился? Мен енді мына жерде контур да, короче. Потому что 2-3 күн мен примерно ұйықтаған жоқпын даже. И потом мен айтар сөзім жоқ. И потом бір моментте былай аударады да камерасын. И мына жерде осы 2 кісі отырады. Режиссер мен продюсер Рустем Омаров пен Олжас Нұрбай. И что там расстроился, анау деп. Мы пошутили, мы тебя утвердили деп. И все, сондай момент болды. Қандай бит. Қалай да из грязи в князи көтеріп солай болды, андай 180%-ке эмоция өзгеріп кетті да. Ол андай настоящий переход болды, естественный переход. И сол сәтті мен ешқашан да ұмытпаймын. 12 қыркүйек, как раз еще 19-ы менде енді туған күн ғой. И вот мен сол кезде ойланып күткен кезде, пожалуйста, именно 27 жасқа толған кезде ең күшті сыйлық осы болсыншы деп. Әдемі. Сондай ниет жасаған. Енді ниет болса бәрі де болады деп ойлаймын. Жасып кете ғой. Рольге
бекіткен кез деп жазамыз ба? Иә. 21-ші сұрақ бұл қатты өкінген кезің немесе көңілің қалған сәт бір жағдайдан, оқиғадан. Мен негізі 7 жыл бұрын актерский карьерамды бастаған болатынмын. Бірақ ол кезде әлі жаспын. 19-дамын ба, сондай в общем болды. И Ахан Сатаевтың жобасы «Боксер» деген жоба түсірді. «Боксер» деген киносын түсірді. И сол кезде мен Астанада тұрдым. В общем, офлайн кастинг болған жоқ. Чисто онлайн бәрі болды по Казахстану. И в общем, кастинг директор бір күні айтады, егер де желанияларыңыз болса, Алматыға келіңіздер деп. Бірақ за свой счет деп. И мен, короче, ана жерден қарызға алып, мына жерден қарызға алып, в общем, барғам Алматыға. Бардым да и кастингтен өтпей қалдым. Бірнеше отказ болды и просто андай юношеский максимализм деген нәрсе болады ғой. Намысыма тиді. Неге мені утверждать етпейді, бүйтпейді, сөйтпейді деп. Ешкім сіздерді утверждать етпейді, егерде сіздердің сабырлығыңыз болмаса. Соны түсіндім мен 27 жасымда. Сол кезде мен бұл сфераны тастамасам, әрі қарай жалғастырсам, 100 кастинг болсын, 101-ші кастингке утверждать етеді. 200 болсын, 201-шінде. Сол себептен достар, ешқашанда таймаңыздар. Сол көңілім қалды сол кезде. И мен өз-өзіме айттым, актерский мамандықпен ешқашанда больше айналыспаймын. Бірақ ондай внутренний мучение болды да, осы 7-8 жылдың арасында. Постоянно енді Сәлем шықты, Сәлемнің жобалары көп, біресе мошенники шығады, біресе андай проект шығады, біресе 532 шығады. Соларды көріп и өзіме айтатыным, андай зависть емес, өз-өзімді постоянно сол актердің орнына қоямын да, типа неге мен ол жерде болуым керекпін деген сияқты сондай постоянно бір фразаларым болды әйтеуір басымда, ол ішкі дүние. Оны мен сіздерге қазір түсіндіре алмаймын, бірақ дегенмен сол сәт өз-өзімді қатты жедім. Но ең бастысы 26 жасымда соны түсініп, қайтып на исходную позицию, низкий старт алып, енді осындай жағдай болып тұр. Жақсы, жаза кетсең болады. Кастингке өтпеген сәт. Кастингтен өтпеген сәт. Енді соңғы уақытта қуантқан оқиғамен бөліссең, келесі сұрағымыз бұл. Мен 2025-те ең бірінші рет шетелге шықтым. Стамбулға ұштық. И не только еще мынандай бір қызықты оқиға болды да. Енді вот очередное доказательство, қымбат достар, бәрі де ниетке байланысты. Ниет жасасаңдар, әрекет жасасаңдар, бәрі де болады. В общем, мен 2025-те Астанадан Алматыға көшпес бұрын өзіме загранпаспорт істетіп алғам. Қандай причинамен істедім? А вдруг съемки за границей деп. Сондай ғана бір причинамен жасағаным ше. И мен, короче, келем Алматыға, и мені утверждать етеді, и плюс еще не только сериал, да, и плюс еще съемки Стамбулда болады деп. Сондай нәрсені айтып тұр ғой. И менен сұрайды, типа, загранпаспорт бар ма? А мен как раз сол үшін ғана істетіп алған ғой, типа, а вдруг съемки сондай ниетпен, я. Потому что менде загранпаспорт болмаған. И егерде актерский индустрия болмаса, навряд ли мен ол загранпаспортты істетуші едім. Так что солай достар, ең бірінші поездкам сол съемкаға байланысты болды. Жақсы, жаза кет. 22 бұл бізде соңғы уақытта қуантқан оқиға. 23-ші сұрақ. Жаңа өзің айтып жатсың ғой, 18-19 жасында актерлік карьерамды сол кезде бастап, кейін тоқтап қалдым деп. Дәл қазіргі өзің сол 18 жасар Мұхамеджанға қандай кеңес берер ең? Вот мен жаңағыны айттым ғой. Ол сұрақ келген кезде мен даже ойланбай айтамын. Сол енді в принципе очевидный менің жауабым. Себебі егерде ол кезден бір бастаған ісім болса, шын жүрекпен, шын ниетпен соны тілесең, оны ешқашанда тастама. Сол актерский карьерамен әрі қарай. Егер же, ну ладно, кастингтен отказ келді, ничего страшного. 100 рет барасың,
200 рет барасың, надо будет, бірақ ешқашан да тайма. И 18 жастағы Мұхамеджанға не айтам? Бір шапалақ берем да, давай дальше, басқа кастингтерге бар, сенің типажың керек, бұйырса кинода түсесің. Күшті. Иә. Тоқтама деп толықтырсақ болады, нүктесін қойсақ иә. Тура солай жаза салайын. Тоқтама. 24. Жалпы қалай, анкета ұнады ма? Иә, көп рахмет сіздерге. Анкета ұнады. Прям кәдімгідей өзімді бір школдың кезіне ма, андай прям қайтып оралған сияқты болдым. Тура солай өз-өзімді сезіндім да. Кішкене зерттеу болды ма өз-өзіңді? Былай айтсам, қалай? Иә, зерттеу де болды, сұрақтар да қызық болды арасында. Осы енді бұйырса, осы каналыңыз дамый берсін. Рахмет. Жемісін көріңіздер. Подписчиктарын қосыла берсін, лайктарын қосыла берсін, комментарий жазып кетіңіздер, достар. Сол жіктер, көп рахмет сіздерге, сіздердің еңбектеріңізге, шақырғандарыңызға көп рахмет деп аяқтап кетейін. 24-ке ұнаса, онда 24-ке ұнады деп жазсаң болады. Ұнады? Ұнады. Жақсы. Және 25-ші сұрақ болғанда қалай? 25 ол бізде есіңде ма, біз анкетада үнемі қол қоятынбыз ең соңына. Қол қоямыз ба не? Иә, 25-ке өзіңнің подпись қойып кетсең, қолыңда, қолтаңбаңда қалдырып кетсең. Андай ешқандай мошеннический схема жоқ, ондай жоқ. Ертең жаңағыдай гештальтың жабылып, неге Голливудқа кетіп атсаң, бұйыртса, может, автографыңды сатып жіберемін деген. Сондай мақсатпен. Әзілдеймін. Жалпы бұл анкетаның өзінің ережесі ғой, бұрында есіңде ма, бәріміз солай жасайтын едік қой. Сол себебі. Жаңа есіме келіп тұр ғой. Иә, сол қолтаңбаңда қалдырып кетсең болады. Ешқандай ертең кредит болмаса болды. Жоқ. Сериалдан кейін не қып қағасың ба? Сол ғой, енді ешкімге сенбейтін болғанымыз ғой. Құрметті көрермендер, мектеп анкетасы осымен тәмам. Лайк басып, коммент жазып, тіркеліп кетіңіздер. Қош, сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Қазақ елі, сау болыңыздар. Бәрекелді, от души. Рахмет. Сіздерге рахмет.